Бүгін тиктокта бір кісі жазды. 7 жастағы қызымның өтінде 3 тас бар дейді. Представляете? Қыздар маған, если честно, маған қатты страшно. Осындай өтінде тасы бар адамдарды естісем, кәдімгідей жүрегім ауырып кетеді. Потому что бұл көбінесе ата-ананың білімсіздігінен болады. Не үшін? Өйткені біз балаларға дұрыс тамақ бермейміз. Олардың денсаулығына жауапкершілікпен қарамаймыз. Мысалы, уақытысында олардың добавкаларын беріп, суларын ішкізіп, дұрыс тамақтандырсақ, ондай нәрсені алдын алатын едік қой. Енді қараңыздаршы, 7 жастағы бала деген ол әлі өмірді енді бастап жатыр ғой. Ал енді оны ертең хирургтар удаление жасап өтін алып тастаса не болады? Сіздің ертең менің балаларым қандай адам алады, я? Мен мысалы өзім балаларым ертең кімді алады және қандай адамға тұрмысқа шығады деген нәрсе маған страшно. Ертең балаларымды кімге берем, кімді алам? Жолдасым айтып отыр, сондықтан қазірден бастап дұрыс семьяны таңдау керек, кімді қалай өмір сүреді деп жатыр да. Өйткені сенің болашақ ұрпағыңның генетикасына әсер етеді. Енді балаларым жақсы жерге беру үшін, жақсы адамды алу үшін деген сияқты. Потому что Құдай сақтасын, ертең біреуінің өті болмай жатса, біреуінің щитовидкасы болмай жатса, олар ертең қалай ұрпақ келе ма, дүниеге келмей ма? Ертең білмеймін, жанұялық өмірге ол энергиясы жете ма, жетпей ма, я? Вот сондықтан қазір действительно бізге басқа нәрсені ысырып тастасақ та, вот денсаулықты ең бірінші рөлге қою керек, ең бірінші орынға қою керек.